Кеш жарық құрметті көрермендермен қала қонақтары эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар легі, студияда Жансая Ғалымжанқызы. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Елбасының биылғы жолдауын халық арасында насихаттау шаралары жалғасуда. Қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. Сатпаев қаласында энергия тиімділігін арттыру, ауыл шаруашылық және кәсіпкерлерге гранттар бөлу мәселелері Біріккен ұлттар ұйымының жиынында талқыланды. Чехия Экспо 2017 көрмесінде озат технологияларын ұсынбақ. Кеше Сатпаев қаласының жастар ресурстық орталығында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамаларын халық арасында кеңінен талқылап, насихаттау мақсатында Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі 6-шы шақырылымының депутаты Александр Суслов қала жастарымен кездесті. Толық ақпарат келесі топтамада. Жастар ресурстық орталығында өткен аталмыш кездесуге қаламыздың белсенді жастары мен колледж студенттері қатысты. Жалпы тәуелсіз Қазақстан дамуының жаңа белесі басталған маңызды кезеңде тағы бір тарихи оқиғаның куәсі болдық. Ол елбасының Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың билік тармақтарының өкілеттіктерін қайта бөлу туралы үндеуі және Қазақстанның 3-ші жаңғыруы, жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты Қазақстан халқына арнаған жолдауы. Осы орайда елбасының биылғы жолдауын халық арасында кеңінен насихаттап түсіндіру мақсатында ақпараттық насихат топ өкілдері құрылып, кездесу шаралары өтуде. Қаламызға арнайы жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі 6-шы шақырылымның депутаты, қаржы және бюджет комитетінің мүшесі Александр Васильевич жалынды қала жастарымен жүздесті. Кездесу барысында Нұр Отан партиясы Сатпаев қалалық филиалының бірінші орынбасары Жаңбырбай Дәрібаев кездесудің басты мақсат міндеттерімен таныстырып өтті. Сондай-ақ сөз кезегін алған депутат Александр Суслов елбасының жаңа жолдауында көрсетілген басым бағыттарға тоқталды. Елбасы жаңа жаһандық бәсекеге қабілетті мемлекет құрудың жаңа моделін ұсынды. Соның ішінде жастарға үлкен міндет жүктеліп отыр. Өйткені президент жастар ел болашағы дегенді айтудан жалықпайды. Ал Қазақстанның алдағы дамуы мен реформалардың орындалуы тікелей жастардың қолында. Сондықтан бүгінгі жастар білімді, жаңа технологияларды жіті меңгерген кәсіби маман болуы қажет. Ол үшін мемлекет барлық жағдай жасап отыр. Елбасының мақсаты біздің мақсатымыз. Егер елбасы жақсы жоспарды ойға алып, біз қостайтын болсақ, Қазақстан жақсы жетістіктерге жететін болады. Жалпы жаңғырудың 3-ші кезеңіне қадам басқан мемлекет үшін жастардың белсенділігі маңызды. Президент ұсынған әр саладағы нақты жоспарлар жастардың жарқын болашағына жол ашады. Кездесу соңында Александр Васильевич Қазақстан 2050 жылға қарай әлемдегі ең алдыңғы қатарлы 30 мемлекеттің қатарына қосылуға тиіс деген мақсат көзделіп отыр. Біз өз тарапымыздан осы мақсатқа жету жолында табандылықпен еңбек ете береміз деген пікірін жеткізді. Сонымен қатар қатысушы жастар тарапы елбасының биылғы жолдауын қолдайтындығын айтып, мәжіліс депутатына бірнеше сауалдар қойды және нақты жауаптарын алып, алғыстарын білдірді. Кезекті рет ұйымдастырылған қалалық қоғамдық кеңестің отырысында мектеп оқушыларының тамақтандыруын ұйымдастыру басты мәселе болды. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Білім ордаларының басшылары мен медицина саласының мамандарының басын біріктірген қоғамдық кеңестің кезекті жиынын ашып жүргізген қоғамдық кеңестің төрағасы Марал Мадиева ең алдымен күн тәртібімен таныстырды. Сондай-ақ бүгінгі отырыста мектептердегі тамақтандыру мәселесі жіті қадағалауға алынатындығын тілге тиек етіп, бұл жөнінде қолға алынған жұмыс жапсарын баяндау үшін қалалық білім бөлімінің басшысы Берік Базылұлына сөз кезегін берді. Сәтпаев қаласының білім бөліміне қарасты 16 білім мекемесі бар. Оларда мектеп оқушыларын ыстық және буфеттік тамақпен қамтитын 15 асхана жұмыс істейді. Нөмірі 17-ші Северный елді мекеніндегі бастауыш мектебінде асхана жұмысы ұйымдастырылмаған, себебі 5 қана оқушы бастауыш сыныптарда оқиды. Барлық асханалар 9 жеке кәсіпкерлерге жалға берілген. Олардың барлығы 2015 жылдың қараша айында Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мектеп оқушыларының салауатты және қауіпсіз тамақтану тақырыбында ұйымдастырған курстан өтіп сертификат алды. Сәтпаев қаласы білім бөлімі мемлекеттік мекемесі Сәтпаев қаласы әкімінің орынбасары мен білім бөлімінің басшысымен бекітілген білім бөлімінің 2017 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес қаланың білім беру мекемелерінің қызметін үйлестіру және
Берік Базылуының ақпаратына сай, бүгінде тегін ыстық тамақпен 1545 аз қамтылған отбасылардың балалары тартылған. Бір реттік тамақтанудың құны 270 теңге құрап отырғандығында баяндама барысында айтылды. Қазіргі таңда барлық білім беру мекеме басшылары мен тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасымен бірлескен жұмыстар жүргізілуде екендігін баяндама барысында білім бөлімінің басшысы тілге тиек етті. Отырыста сөз алған қоғамдық кеңестің мүшесі Шолпан Жаңғаскенова білім ордалардың асханасына арнайы жасалған тексерістік рейд барысында асхана қызметінің нормаға сай жұмыс жасайтынын айтып, кеңес мүшелері тарапынан оң бағасын берді. Сатпаев қаласы білім бөлімінің оқушыларды ыстық тамақпен қамтуды ұйымдастырумен танысып, қоғамдық кеңестің отырысында осы сұрақтардың қаралуына байланысты кеңес мүшелері бірқатар мектеп асханаларына барып, ақысыз тамақ қызметін көрсетумен танысып шықты. Танысу барысында мектеп асханалары арнайы ас дайындау құрылғыларымен жабдықталған, тиісті хабарландырулармен безендірілген. Жалпы асханалардың тазалығы өте жақсы. Танысу барысында барлық асханаларда бір апталық ас мәзірлері, буфеттік өнім түрлерінің баға тізімдері ілінген. Күн сайын ас мәзір түрі ауысып тұрады. Бұл жерде 14-ші, 25-ші, 1-ші, 16-ші, 15-ші орта мектептердің асханаларын ерекше атап өтуге болады. Дегенмен де мектеп асханасының ас мәзіріне көңілдері толғанымен бірнеше кемшіліктердің анықталғанын айтқан кеңес мүшесі өз тарапынан бірнеше ұсынысын жеткізді. Атап айтар болсақ, мектеп асханаларындағы арнайы су ішу қадағаланғанымен барлық мектептерге қазіргі заманға сай, яғни суды тазарту, фильтр орнату, номер 4-ші мектеп лицейінің асхана үстелдері мен орындықтары жаңартылса деген ұсыныстарын жеткізсе, қаламыздағы тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасының басшысы Гаухар Жалмурзина тарапынан қаламыздағы бірнеше мектептердің асханасында ауа алмасу жүйесінің жоқтығы айтылды. Бұл санитарлық талапқа сай орнатылуы тиіс екендігін ескертті. Сондай-ақ отырыс соңында мектеп оқушылары арасында туберкулездің алдын алу үшін уақытылы екпе салдыру жұмысында қадағалауды мектеп басшыларына жеткізді. Қоғамдық кеңестің отырысында қаралған бұл сұрақтар төңірегінде жиынға қатысушылар өз ойларын ортаға салды. Алдағы уақытта жоғарыда аталған кемшіліктер мен ұсыныстар жайында оңтайлы шешім шығарылады деген ойдамыз. Ағымдағы жылдың 30 мен 31 қаңтар аралығында Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар ұйымы даму бағдарламасының орталық кеңсесінде ұйымдастырылған жиынға Асқар Абылайұлы бастаған делегация даму бағдарламасының пилоттық аумақтарына жұмыс сапарымен барып қайтып, онда Сатпаев қаласында энергия тиімділігін арттыру, ауыл шаруашылық және кәсіпкерлерге гранттар бөлу мәселелерін талқыға салды. Өткен айдың соңғы күндері шаһар басшысы Асқар Ыдырысов Астана қаласына жұмыс сапарымен барып, өзімен бірге еріп барған делегаттармен бірге Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар ұйымы даму бағдарламасының жиынына қатысқанды. Қала басшысының жұмыс сапарының негізгі мақсаты Біріккен Ұлттар ұйымы даму бағдарламасының жобаларымен танысу және пилоттық аумақтарын өз көздерімен көріп, бұл жобаны қала аумағында іске асыру болды. Қазақстан Республикасында Біріккен Ұлттар ұйымы даму бағдарламасының өкілдік орынбасарымен болған кездесуде қала экономикасын дамыту үшін, яғни энергия тиімділігін арттыру, кәсіпкерлікті қолдау, діни экстремизмнің алдын алу бағытындағы сұрақтар жан-жақты талқыға салынғандығын аталмыш жиынға қатысып қайтқан делегаттардың бірі Дәуір Жүнісбеков бізге берген сұхбатында атап кетті. Ол кездесуде көптеген сұрақтар талқыланды. Оның ішінде ең басты тақырып энергия үнемдеу және энергия тиімділікті Сатпаев қаласында дамыту және де одан басқа ауыл шаруашылығы кәсіпкерлік Сатпаев қаласының кәсіпкерлеріне гранттар бөлу сұрақтар қарастырылды. Одан кейін қолөнершілерді қолдау, одан басқа волонтерлық және экстремизмнің алдын алу, жастарды жұмылдыру арқылы сол сұрақтар көтерілді. Одан басқа Сатпаев қаласының делегациясы толық құрамда Біріккен Ұлттар ұйымы даму бағдарламасының менеджерлерімен үлкен кездесу жиналысы өткізілді. Ол кездесуге тұрақты қалалардың дамуы жобасының менеджері, энергия тиімділік жарықтандыру бойынша менеджерлері, жасыл экономикаға көшу бойынша менеджері және де басқа да Біріккен Ұлттар ұйымы даму бағдарламасының менеджерлер қатысқан үлкен жиналыс болып, көптеген жобалар талқыланды.
Қаладан арнайы барған делегаттар Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының Астана қаласынан 40 шақырым қашықтықтағы пилоттық аумағын көріп қайтқандарында тілге тиек етті. Астана қаласынан 40 шақырым жерде орналасқан, Арнасай елді мекенінде орналасқан жасыл технологиялар орталығында болдық. Ол кезде өз көзімізбен жасыл экономикаға көшу жобаларымен таныстық. Ол жобаларды нақты атап өтетін болсақ, биовегетария деп аталады. Ол жасыл технологияларды пайдалану арқылы мектеп қабырғасында теплицалар арқылы өсімдіктер өсіру, жеміс жидектер өсіру, одан басқа көптеген энергия тиімді жобалар асырылған. Сондай-ақ біздің қаладан арнайы барған делегаттар бірнеше пилоттық аумақтарды аралап, онда Астана еркін экономика аймағында орналасқан светодиодтық лампалар дайындайтын завод жұмысымен және Астана қаласындағы номер 9 мектеп қабырғасына автоматты жылу қондырғысы қойылған жобамен де таныс болған. Ендігі жерде бұл жобалардың дерлігін қаламызда іске асыру жоспарға алынуда. Ағымдағы жылдың 10 маусымда Астана Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрме өз есігін айқара ашпақ. Аталмыш көрмеде Чехия елі озат технологияларын ұсынбақ. Бұл жөнінде Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы хабарлады. Кеше Чехия Республикасы парламент депутаттарының делегациясы Экспо 2017 нысандарымен ұйымдастыру кеңсесін көріп шықты. Сондай-ақ Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов Чехия депутаттар палатасының төрағасы Ян Камачевпен кездесті. Кездесу барысында екі жақ Экспо 2017 көрмесіне қатысты сұрақтарды талқылап, Ахметжан Есімов өз кезегінде бүгінгі күні 115 мемлекет пен 18 халықаралық ұйымдар көрмеге қатысатындығын ресми растап, павильондарды беру ауқымы белсенді жүріп жатқанын атап өтті. Соның ішінде 18 мемлекет өз павильондарын алып тақырыптық безендіруге кірісіп кеткен. Ян Камачев жаңа қуат көздерін қолдайтын мемлекет ретінде Чехия үшін Экспо 2017 көрмесіне қатысу маңызды екенін айтты. Чехия делегациясының сапары Экспо көрмесін тамашалаумен тәмамдалуы, чехтардың көрмеге қаншалықты мән беретіндігін аңғартса керек. Әсіресе көрме тақырыбы қызықты, көрмеге дайындық барысымен танысып шықтық. Оның ең жоғарғы деңгейде өтуіне сенімдіміз деп атап өтті Чехия мемлекеті парламент депутаттар палатасының төрағасы. Кездесу соңында Чехия мемлекетінің депутаттары көрме кезіндегі 15 маусымда өтетін Чехия Республикасының ұлттық күніне келетіндіктерін де атап өтті. Сәрсенбінің сәтті күніне келіп түскен ақпараттарымыз осындай болды. Мен сіздермен қоштасамын. Алдағы уақытта мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтар. Эфирде қайта жолыққанша аман сау болыңыздар.